Баршаларыңызға қайырлы күн, Меруерт асханасының алтын оқырмандары. Сіздермен бірге үй жағдайында өте дәмді болып шығатын дәруменге бай, ешқандай қоспасыз, өз дәруменін сақтайтын компот дайындайтын боламыз. Кептірілген жемістерімізді осылай 2-3 қайтара жуып алатын боламыз. Осы кезде кастрөлімізге суды толтыра қойып, газге қайнатуға қоятын боламыз. Сіздерге де кеңесім, мен сияқты көп балалы ана болсаңыз, көп мөлшерде жаса банкіңізге, баклажкаңызге құйып, тоңазытқышта сақтаған өте тиімді. Жаз мезгілі болғандықтан сусыз, компотсыз жүру мүмкін емес. Үйде отырған ана болсаңыз да, осындай көп мөлшерде компотты жасап, дүкен сөрелеріне өткізсеңіздер де, ол таптырмас бизнестің көзі де ойлаймын. Міне біздің суымыз қайнады, кептірілген жемісімізді 2-3 қайтара суға жуып салдық. Енді сартылдатып бір қайнатудан қажеті жоқ. Астын баяу отқа қоямыз. 30 минут көлемінде өзінің бабында әдемілеп, түсін жоғалтпайды, дәруменін жоғалтпайтын, өзінің бабында әдемі болып піседі. Қантын 500 грамдай салдым. Мен 7-8 литр суға 600 грамдай сухой фруктым, 500 грамдай қантымды салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Одан кейін астын баяу отқа қойып, 30 минут көлемінде қайнатып алатын боламыз. 30 минут уақыт өтті. Әбден суытамыз. Одан кейін сүзіп алып, баклажкамызге, банкімізге құйып, тоңазытқышқа сақтайтын боламыз. Мен балаларым балабақшадан келгенде өте дайын, салқын компоттың бірі болып тұрады. Менің рецептім сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міне көрдіңіздер, өте дәмді болып шыққаны. Түсін де жоғалтпаған, осындай стаканға құйып көрсетейін. Менде әлі ысылай күйінде тұр. Өте әдемі болып шыққан, түсі де түсін жоғалтпаған. Суығанын күтіп, одан кейін тоңазытқышқа сақтап қоятын боламын. Сіздерге де кеңесім ас болсын.